Сәлем, оқырман. Ақтөренің Әсемді оңайлықпен жібере қоймайтыны анық. Кеше ғана Әсем өзінің жаңа үміткерімен таныстығын бастап, екеуі жақсы тіл табысып, жарасымды жұп секілді көрінген еді. Олардың қарым-қатынасы сәтті дамып келе жатқандай әсер қалдырды. Бірақ бұл жағдайды көрген Ақтөре үнсіз қала алмады. Ол Әсемге арнап жүрек жарды сөздерін қалдырды. Шанс жоқ дейсің бе? Шанс тек қабірде жатқан адамда болмайды. Бұл сөздерден Ақтөренің әлі де үмітін үзбегенін аңғаруға болады. Олардың арасында тағы да бір әңгіме болғандай көрінеді. Ақтөренің Әсемге қайта оралғысы келетіні анық. Қанша дегенмен олардың бірге өткізген 2 жылы бар. Әсемде кезінде Ақтөренің қалыңдығы атанған еді. Бұл оқиғаның қалай өрбитіні белгісіз. Әсем өткенді қайта қабылдай ма, әлде жаңа өмірін жалғастыра ма? Көп ұзамай, бәрі белгілі болмақ. Әсем бұл сөздерді естігенімен ешқандай жауап қатпады. Әлеуметтік желідегі оқырмандары оның ойынан хабардар болғысы келіп, түрлі сұрақтар қоя бастады. Ақтөренің бұл сөздері сізге әсер етті ме? Әсем, әркім өз өміріне өзі жауапты. Алға ұмтылу керек. Ақтөреге мүмкіндік беруіңіз мүмкін бе? Әсем, өткенге қайта оралудың мәні бар ма? Егер бәрі дұрыс болғанда біз қазір бірге болар едік. Бұл жауаптардан Әсемнің шешімін әлдеқашан қабылдап қойғанын байқауға болады. Ол өткенді емес, болашақты таңдаған секілді.